Сәлем достар, бұл қазақша English және мен Нұрболат. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз present simple, яғни қазақша қарапайым осы шақ. Present simple, жалпы present simple бұл ағылшын тілінің ең маңызды тақырыбы болып саналады, себебі ең бірінші біз ағылшынша сөйлей бастаған кезде осы present simple арқылы сөйлейміз. Мысалға, өзіміз туралы айтқан кезде, біз күнделікті не нәрсемен айналысатынымыз туралы айтқан кезде, және хоббиіміз, тағы сол сияқты күнделікті өзіміздің істеп жүрген іс-әрекеттерімізді, немен айналысатынымызды осы туралы сөйлескенде біз present simple мен айтамыз. Жалпы present simple бұл өзімнің жеке тәжірибемнен келген бұл төрт жағдай. Яғни төрт жағдайда қолданылады. Бірінші бұл факт, немесе оны мен ақиқат деп атаймын. Екінші бұл привычка. Привычка бұл күнделікті өзімнің істеп жүрген іс-әрекеттеріме, мысалға. Және үшінші кесте, график, бұл бір қандай да бір график туралы, бір кесте туралы әңгіме айтатын болсақ, онда present simple мен айтамыз. Және төртінші бұл хобби. Күнделікті істеп жүрген іс-әрекет, қайталанып жүрген іс-әрекеттер, бір қайталанып жүрген бір хоббиіміз. Жалпы present simple дегеніміз не? Present simple дегеніміз қазақшасы қарапайым осы шақ. Осы шақ болғанда да жалпы адамның өмірі үш түрден тұрады. Кеше, бүгін және ертең. Кеше бұл өткен шақ, бүгін бұл осы шақ, және ертең бұл келер шақ. Бірақ бұл present simple бүгін деп айтамыз. Бүгін болғанымен бұл жалпы өмірімізде болып жатырған іс-әрекеттерді айтамыз. Жаңағы айтып кеткендей факт, привычка, күнделікті жасап жүрген іс-әрекетіміз, кесте, мысалға күнде біз сабаққа баратын болсақ, соны present simple мен айтамыз. Немесе хобби, күнделікті айналысып жүрген өзіміздің қызығушылығымызбен айналысып жүрген іс-әрекеттеріміз. Мысалға қарасақ, the sun rises in the east. Бұл жерде мен бұны факт деп айтамын. The sun rises in the east. Күн шығыстан шығады. Бұл факт, ақиқат. Сондықтан бұны present simple мен жасаймыз. Екінші мысал, I get up early often. Мен көбіне ерте тұрамын. Мен көбіне ерте тұрамын. Бұны привычка деп айтсақ болады. Және the lesson starts at 9 in the morning. Бұны кесте аламыз. Сабақ күн сайын таңертең 9-да басталады. Бұл кесте. We play football every week. Біз апта сайын футбол ойнаймыз. Бұл не? Бұл хобби. Біз апта сайын футбол ойнаймыз. Бұлардың барлығы present simple мен жасалып тұр. Time markers. Енді уақыт бірлігін айтамыз. Яғни present simple'да қандай уақыттарды алуға болады, жалпы қай уақыттарда жасауға болады. Біріншісі always. Бұл әрқашан. Келесі sometimes, кейде, often. Бұл да тоже анда-санда кейде деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде айтқанда I get up early often. Seldom, бұл орысша айтқанда редко. Тоже анда-санда. Often дейтін бұл не? Тоже always сияқты, бұл орысша постоянно деген мағынаны білдіреді. Seldom бұл уже редко. Usually бұл да тоже usually көбіне деген сондай мағынада келеді. Немесе every day, every week, every month, every year. Күн сайын, апта сайын, ай сайын, немесе жыл сайын. Бұлардың барлығы present simple'да жасауға болатын уақыт бірліктері. Ағылшынша бұны time markers деп атаймыз. Әрбір каждый
шаққа тоқталған сайын әрбір шақтың, әрбір ереженің өзінің тайм маркерсы болады, уақыт бірлігі болады. Қандай уақытта жасауға болады, қандай уақыттарды қосу арқылы жасаймыз деген сияқты сұрақтар болады. Енді present simple'дың жасалу жолы. Present simple'дың жасалу жолы бірінші орындаушы деп өзім осылай атайып, себебі қандай да бір іс-әрекеттің авторы. Мысалы, мен бардым, мен жүрдім. Осы іс-әрекеттердің авторы, бұларды орындаушы, жасаушы бұл мен. Сол үшін бұны орындаушы деп аламын. Орындаушы плюс етістік. Етістік ағылшын тілінде жалпы verb. Етістік дегеніміз не? Сіздерге түсіндіріп кетейін. Етістік дегеніміз іс-қимыл. Адамның қандай да бір іс-әрекетін біз етістік дейміз. Біреулер бар, шынымен етістік не екенін білмейтін. Бұл нормальный нәрсе да. Жалпы етістік дегеніміз мысалы келесі сабақтарда айтамыз ғой, verb деп айтамыз. Етістікті бұл жерден в деп алдым, v деп. Бұны келесі сабақтарда етістік деп жазып жүрмеймін, енді в деп осылай жаза саламын. Етістік жалпы іс-қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Және плюс оған қосымша тағы сөздер жалғаймыз. Ең басты осылар орындалады. Мысалға, орындаушыға I, мен, you, сен, we, біздер, they, олар, he, ол балаға, she, ол қыз балаға, және it, бұл жансыз нәрсеге. Бұл жердегі I, бұл мен, you, we, they, бұлар көпше түрде. He, she, it, бұл жалғыз бір адам. Енді I плюс орындаушы плюс етістік дедік. I live in Атырау. Мен Атырауда тұрамын. Бұл жердегі етістік live. Live бұл өмір сүру, тұру деген мағынаны білдіреді. Орындаушыға плюс етістікті бастапқы күйде, етістіктің бастапқы күйінде қоя саламыз. Мысалға, бұл жердегі етістік to live етістігі. Мына жерге жаза салайын. To live етістігі. Бұл етістіктің бастапқы формасы live. Осы күйінде қалады, ешқандай еш нәрсе жалғанбайды бұған. I live in Атырау. Мен Атырауда тұрамын. You live in Атырау. Сен Атырауда тұрасың. Немесе сендер Атырауда тұрасыңдар. We live in Атырау. Біз Атырауда тұрамыз. They live in Атырау. Олар Атырауда тұрады. Енді қараңыздар. Present simple'да he, she, it сөздерінен кейін келетін етістікке s жалғанады. Көрдіңіздер ғой? Жалғыз s әрбір жалғанады. Болды. Басқа еш нәрсе өзгермейді. Мына I, you, we, they-ге ұқсас, тек s жалғанады. Мысалға, he lives, she lives, it lives. Осы үшеуі келген уақытта, осы үшеуінің біреуі келсе, етістікке s жалғанады. He lives in Атырау. She lives in Атырау. It lives in Атырау. Түсінікті ғой, ешқандай қиын еш нәрсе жоқ. Тек s жалғауын әріпін жалғай қоямыз. Енді бұны жалпы плюс деп аламыз. Бұл плюс. Утверждение бұл. Бұны плюс деп аламыз. Енді бұған отрицание болады ғой. Мен Атырауда тұрамын, немесе мен Атырауда тұрмаймын. Бұл отрицание. Отрицанияны жалпы мен минус деп аламын. Түсінікті болу үшін, қысқарту үшін солай аламын. Бұл минус. Енді қараңыздар. I do not live in Атырау. Бұл жерде I live деген сөздің ортасына do not деген сөз жалғанды. Яғни қысқаша don't деп айта саламыз. I don't live in Атырау. You don't live in Атырау. We don't live. They don't live. Орындаушы мен етістіктің арасына do not сөзі жалғанады. Енді he, she, it-тен кейін етістікке s жалғаймыз дедік қой. Бұл жерде дәл сондай. Do not, бұл жердегі do, тоже s жалғаймыз, сонда does not болып кетеді. He does not live in Атырау. She does not live in Атырау. It does not live in Атырау. Бұны қысқаша
түрде doesn't деп аламыз. Яғни he doesn't live in Atro, she doesn't live in Atro, it doesn't live in Atro. Болды. He lives, she lives, it lives деген жалпы present simple ғой. Соның ортасына doesn't деген сөзді қоса саламыз. Сонда he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live болып өзгереді. Бұл минус. Енді сұрақ, сұрақ қоямыз. Оны сұрақ белгісі деп аламын, өзіме ыңғайлы болу үшін. Мына жерде плюс, минус, үшінші сұрақ белгісі. Мен Атырауда тұрамын, мен Атырауда тұрмаймын. Енді мен Атырауда тұрамын ба деп қалай жасаймыз? Бұл үшін do етістігін орындаушының алдына шығарамыз. Do I live in Atro? Do you live in Atro? Міне, бастапқыда I live in Atro болады. Осының алдына do етістігін шығарып жібереміз. Сонда do I live in Atro? Do you live in Atro? Do we live in Atro? Do they live in Atro? Осылай өзгереді. Оңай, просто тек мына do сөзін алдына шығарып жібереміз. Сонда уже сұраққа айналып кетеді. Бұл жерде he, she, itті дәл сондай бұл жердегі does алдына келеді. He, she, iттен кейін s жалғанады дедік қой. Сол s мына doға жалғанады тоже бұл жерде. Сонда сұрақ болады: Does he live in Atro? Does she live in Atro? Does it live in Atro? Ешқандай қиын ешнәрсе жоқ. Тек осы ережелерді жаттап алу керек. Осылай қарап, қайталап отырса, бұл оңай жатталады. Ешқандай қиын, алып қатқан еш нәрсе жоқ. Енді present simple'дің to be етістігіне тоқталайық. Жалпы to be етістігі дегеніміз бұл біз іс-әрекетте емес, біз профессия туралы айтқан кезде, немесе эмоционалды жағдай туралы айтқан кезде, немесе физикалық тұрғыда біз қай жерде екенімізді білдіргіміз келсе, қай жерде екенімізді айтқымыз келсе, онда to be етістігі арқылы жасаймыз. Мысалға, бұл жасалуы орындаушы плюс жаңағы орындаушыны біз I, you, we, they, he, she, it осылардың біреуі дедік. Орындаушы плюс to be етістігі плюс сын есім немесе зат есім. Сын есім, зат есімді білмесеңдер, интернеттен қарап алыңдар, бұны білген дұрыс. Бұл жерде либо сын есім келеді, либо зат есім келеді. Сын есім дегеніміз қандайда бір заттың, қандайда бір адамның болсын, кімнің болса да бір түсін, сипатын, биік па, қысқа ма, тағы қандай көк пе, ақ па деген заттың түсін, сипатын жалпы сынын білдіреді. Соны сын есім дейміз. Зат есім деген просто бір сөз ғой, бір сөз. Осыны білмесеңдер, интернеттен қарап алуға болады. Бұл толып тұр. Так. I am a teacher. Бұл жерде I орындаушы, am to be етістігі, a teacher бұл зат есім. Яғни бұл профессия. Мен профессиям, өзімнің профессиям туралы айтқым келіп тұр ғой. Значит, мен I am a teacher деп айтамын. Енді you are a teacher. Сен мұғалімсің. You орындаушы, are to be етістігі, a teacher зат есім. Сол сияқты he is a teacher. He орындаушы, is to be етістігі, a teacher зат есім. Енді бұл жерде қараңдар. To be етістігі бәрінде бірдей емес. I-ға am to be етістігі. You, we, they are to be етістігі. Бұл үшеуі көпше түрде береді. Және he, she, itке is to be етістігі. Осыларды тек жаттап алу керек. I-ға am келеді, you, we, they are келеді, he, she, itке is келеді деп просто так жаттап алу керек. He is a teacher. Түсінікті ғой, I am a teacher, we are a teacher, she is a teacher. Бұл не дедік? Плюс дедік. Енді бұның минусын, яғни отрицаниясын, мен мұғалім емеспін деген сөзді
жасайық. I am not a teacher. Дәл бұлай мына плюске ұқсайды, бірақ am мен зат есімнің арасына not сөз келеді. Not. I am not a teacher. I am a teacher болса, бұл жерде I am not a teacher. Дәл сондай. You are a teacher болса, you are not a teacher. We are not a teacher. They are not a teacher. Тек not сөзі қосыла қойды ғой. Басқа артық еш нәрсе жоқ. He is not a teacher. She is not a teacher. Дәл сондай сұрақ. Енді бұл жердегі to be етістігі бұл орындаушылардың алдына шығып кетеді. I am a teacher болса, am I a teacher? Am I a teacher? Бұл жерде do етістігі алдына шығып кетті. Дәл сондай бұл жерде to be етістігі алдына шығып кетеді. Ол автоматты түрде сұраққа айналады. Am I a teacher? Are you a teacher? Are we a teacher? Are they a teacher? Is he a teacher? Is she a teacher? Is it a teacher? Көрдіңіз бе? Ешқандай да қиын еш нәрсе жоқ. Оп-оңай. Осыны қарап, жазып алып, қайта-қайта жаңа сөздерге салып, қайта-қайта жаттығатын болсаңыздар, тілдеріңіз үйрену керек. Тілдеріңіз үйреніп кеткеннен кейін, осылай күнделікті ауызекі тілде қолдана бересіздер. Рахмет. Келесі сабақта кездескенше.